Шартараптағы ең ірі байланыс операторлары Алматыда бас қосты. Осымен 4-ші мәрте өтіп жатқан халықаралық мәжіліске Транстелеком, Мегафон, Чайна Юником, Чайна Телеком сияқты маңдайалды компаниялар қатысты. Әлемнің түкпір-түкпірінен көзді ашып жұмғанша хабар алу үшін кез келген елдің байланыс операторымен келісім болу қажет. Қазақ Телеком осы мақсатта Өзбек Телеком мен Чайна Телекоммен байланысты жандандырмақ, әрі тариф, төлем, интернет жайын пысықтап алмақ. Бүгінгі күні Қазақ Телеком әлемнің 50-ден астам халықаралық операторлармен тұрақты коммерциялық байланыста жұмыс істейді. Қазір Қазақ Телеком, Чайна Телеком, Чайна Уником, Чайна Тайтонг, Ростелеком, Савинтел, Синтера, Елкат сияқты байланыс операторларының желілеріне түйдеуді ұйымдастырып отырғаны айтылды. Аталмыш жобалар бәсекеге қабілетті, сыйымдылығы жоғары IP желісі арқасында іске асырылған. Сондай-ақ басқосуда өзара халықаралық төлемдер мен ғаламтор мәселесі де қаралды. Соның ішінде біз түгел мәселе бойынша, ол тариф бойынша, халықаралық төлем бойынша, халықаралық қаландай интернет бойынша, сол бойынша қазір негізгі біз жиынды өткізіп жатырмыз. Енді бүгін біз Өзбек Телекоммен өткіздік, қазір біз Чайна Телекоммен өткіземіз. Соның ішінде енді түгел біздің интернет трафик, сонда қалай сол мәселелерді енді көбейту. Сонымен бірге Қазақ Телеком басшысы желіге Түркмен Телеком және Әзербайжан Телекомның қосылатын туралы мәлімдеді. Қазір олармен келіссөздер жүргізіліп жатыр. Мұның бәрі айналып келгенде байланыс қызметін пайдаланушыларға жоғары сапалы қызмет көрсетудің айқын көрінісі болмақ. Естеріңізге сала кетейік, 1-шілерден бастап TMD елдеріне бағытталған телефон байланысы қызметтерінің тарифтері өзгерген болатын. Бұрын заңды және жеке тұлғаларға әртүрлі тариф белгіленіп келген болса, бүгінде бәрі теңестіріліп отыр. Бұрынғы болған дифференциация деген нәрсе, ол юридический жеке меншіктерге бір тариф бердік, енді адамдарға бір тариф бердік, енді қазір бәрі тариф бірдей болып жатыр. Енді сол, енді Москваның үшін Россияның направлениесі алсақ, енді 1-4 есе енді азайттық.